Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары. Біз Көкейтестінің өткен кезегінде апостил мәселесіне байланысты мәселені көтерген болатынбыз. Енді бүгін тағы да сол Қытайдан келген ағайындардың неке куәлігіне байланысты бір мәселені де жұрт назарына ұсына кеткеніміз келіп отыр. Себебі Қытайдан келген ағайындар Қазақстанға келгеннен кейін Қазақстан азаматтығын алса да, неке куәліктерін әлі күнге дейін Қазақстанның неке куәлігіне ауыстыра алмай жүр. Керек десеңіз, Қазақстанның құзырлы органдары бұл неке куәлігін танымайды. Өйткені оны тану үшін Қытайдан келген ағайындардан легализациядан өткізіп әкел деген талапты қойып отыр. Міне осы жағдайға байланысты Қытайдан келген ағайындардың көбінің неке куәлігі жарамсыз болып отыр. Бұл да сол апостил сияқты 1995 жылғы 30 мамырдағы Қазақстан Республикасының 2309 жарлығына сәйкес шешілуі мүмкін бе? Оның да жауабын заңгерден сұрап көрдік. Қытайдан келген қазақтың 99% некесіз жүр. Заң жүзіндегі. Неге дейсіз ғой? Себебі біз азаматтыққа тапсырғанда неке туралы куәлігімізді куәлендіріп өткізгенімізбен органдарға біз барлық құжаттарымызды Қазақстанның құжатына аударамыз ғой. Мәселен, туу туралы куәлігімізді Қазақстандікін жасатып алдық, паспортын алдық, бәрін алдық. Енді мына неке куәлікті ауыстырып бер десек, жоқ, біз оны ауыстырып бермейміз дейді. Енді не істейміз? Бізге Қазақстанның неке куәлігі керек десек айтады, онда сендер Қытайға барып ажырасып келіңдер дейді. Ажырасқан құжаттарыңды алып келіңдер. Содан кейін біз сіздерге қайтадан некелендіріп Қазақстанның неке куәлігін жасап береміз дейді. Ойбай, онда біз Қытайдан тудырып әкелген балаларымыз қайда? Біз оны жолдан тауып алдық па? Жоқ, солай дейді. Қазір сол себепте Қытайдан келген азаматтардың 99% заңды некеде емес. Бұл мәселе қалай? Бұл өте заңсыз талап. Мен сізге бірден айтамын. Қазір мысалда келтіріп беремін сізге. Өте заңсыз талап. Енді қараңыздар. Жалпы сіздерге Қытай Халық Республикасындағы неке куәліктеріңізді Қазақстанның неке куәлігіне ауыстырудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Себебі ол сол куәлік, неке туралы куәлігіңіз, егер оның қазақ немесе орыс тілінде аудармасы нотариал жолғымен бекітілген қолыңызда тұратын болса, сол екі құжат бірге жүреді дағы, ол Қытайдың берген куәлігі ме, Қазақстанның берген куәлігі ме маңызды емес. Ол екеуінің күші тең болады. Өйткені бізде келісім шарт бар. 95 жылғы келісім шарт бар. Мүмкін неке куәлігі сол 95 жылғы шартқа кірмей қалған шығар, айтылмаған шығар. Қараңыз, менің қолымда өкінішке орай орыс тілінде 10 сәуір 23 жылғы жоғарғы соттың қаулысы тұр. Бұнда былай деп жазылады. Міне, согласно статье 1 договора, граждане одной договорившей стороны пользуются на территории другой договорившей стороны такой же правовой защитой своих личных имущественных прав, как и граждане другой договорившей стороны. Қазақстан аударып берейін. Бұл жерде осы жаңағы аталған келісім шарттың бірінші бабына сәйкес келісімге келген екі жақтың адамдары, азаматтары бір мемлекеттен екінші мемлекетке барған жағдайда соның аумағында тұрып өзінің ана құжаттарының осы берген мемлекеттен берген құжатының күшіменен тең болып өзінің мүліктік және жеке бастық азаматтық құқықтарын жүзеге асыруға қолданылады деп тұр. Они имеют право обращаться в суды, органы юстиции, прокуратуры и иные учреждения, к компетенции которых относятся гражданские уголовные дела, и могут возбуждать ходатайства и осуществлять другие процессуальные действия на тех же условиях, как и граждане другой договорной стороны. Яғни бұл адамдар келген жағдайда, қандастарымыз заманда келгенде, қазақтар онда барған жағдайда, сол өзінің құқығын пайдаланып, өзінің азаматтық құқығын және мүддесін жүзеге асыру барысында кез келген мемлекеттік органдарға, соның ішінде соттарға, әділет басқармасына, прокуратура және басқа да тиісті мемлекеттік мекемелерге барып
тілек өтініш хат білдіруге және процессуалдық өздерінің әрекеттерін жүзеге асыруға сол мемлекеттің азаматы секілді жүзеге асыруға толық құқылы деп айтылды. Енді мынада түсіне беріледі бұл жерде. Термин «гражданские дела», употребляемый в настоящем договоре, включает брачно-семейные и трудовые дела. Яғни бұл келісімшарттағы азаматтық істер деген термин, ол өзінің аумағына отбасылық, неке және отбасылық, сонымен қатар еңбек әрекет құқықтарындағы қамтиды деп тұр. Яғни, бұлар нақты брачно-семей дегені неке және отбасы деген ұғымды білдіреді. Яғни сіздің жаңағы неке туралы куәлігіңіз Қытай Халық Республикасының берген, оның аудармасы нотариусымен бекітілген бар болып тұрған жағдайда, ол осы Қазақстанның куәлігімен күші тең дегенді айтып тұр, нақты. Енді соны неге біздің барлық құжаттарымызды заңдастырып Қазақстанның құжатына аударып бергенді, яғни туу туралы куәлігімізді қазақстандық қылып жасап берді ғой. Енді сол неке туралы куәлігімізді қазақстандық қылып жасап беруге заң жол бермей ма? Себебі жоқ, себебі оның қажеттілігі жоқ. Не нәрсені істеу үшін қажеттілік пайда болу керек. Понимаете? Түсініңіз бе? Сіздің жағдайыңызда сіз некеңіздің мынау реализация емес деп ешкім айта алмайды сіздерге. Өйткені куәлігіңіз қолыңызда тұр. Көрдіңіз бе? Бір жерге барған кезде, мысалы үшін оны тапсырған кезде алмай қойған факті бар ма? Жоқ. Ол жоқ, көрдіңіз бе? Яғни қажеттілік жоқ. Сіздердің екеуіңіздің заңды некеде екендеріңізді танымай тұрған ұйым, адам, мемлекет, мекеме жоқ бүгінгі уақытта. Сондықтан қажеттілік те жоқ ондайды істеудің. Ал енді балаңыздың туу туралы куәлігі, мысалы үшін Қытай Халық Республикасында берілген болатын болса, мында келген кезде қазір паспорт алу керек. 18-ге толғаннан кейін куәлік алу керек, немесе тағы да мектепте басқа құжаттар істеу керек шығар. Ол жерде оның қиындық туғызуы мүмкін. Сондықтан ол жерде қажеттілік туындап тұруына байланысты ғана сіз оны аударып тұрсыз. Ал шынту айтына келгенде, оны дағы аударудың міндеттілігі жоқ. Балаңыздың туу туралы куәлігін Қазақстанның оның күшін жойып, Қазақстанның сіздің қараңызшы, сіздің балаңыз айтайық ата Әмірбек дейге, Боран Әмірбек болсын мысалы, туған айы, күні, жылы бар, ұлты бар. Ол жерде әкесінің аты бар, шешесінің аты бар. Және қай мекеменің берген атауы бар. Енді сізді Қазақстанның куәлігін алғанда осы мәліметтің біреуі өзгере ме? Өзгермейді. Тағы да қажеттілік жоқ екені анықталады. Солай емес пе? Өйткені, егер оны оқи алмайтын түсінемін, Қытай тілін ұқпайтындар болуы мүмкін. Сондықтан заңымен көзделген оның аудармасы болуы, және аудармасының нотариалдық жолменен бекуі. Екеуі қатар жүрген жағдайда сізге неке туралы куәлік пенен туу туралы куәлікті ауыстырудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Аттарын айтпай қояйын, менде ерлі-зайыпты адамдар болды, некелері Қытай Халық Республикасында қиылған. Олар 2 баласы бар ортақ семьядан, ортақ некеден 2 балалары бар, бір қыз бір ұлдары бар, екеуі де қызы тұрмысқа шыққан, одан 2 жиен немерелері бар, ол студент. Жасы келгеніне қарамастан екеулері ажырасты. Енді ажырасуға барса, бұлар да ажыратпайды. Куәліктері легализацияланбаған. Бөлдер несі маған түсіп, қандай көмектесетін заңгер бар екен, келіңіз осында. Соны келді маған. Әйелі келді, мен құжаттарын қабылдап алдым дағы, неке бөліміне барып, арыз жаздырдым. Міндетті түрде олар арыз жазу керек, ажырасам деп. Сол кезде олар екінші жақ шақыру керек. Екінші жақ келмеді, арасында неше күн барып жүріп, әгіне мен өзім келтірттім. Күйеуін. Ол келді, ол қарсымын деді ажырасқанға. Содан барып біз сотқа бердік. Енді кезек, біз бірінші өйткені бөлетін мүлік жоқ, дау жоқ, бала кәмелетке толып кеткен. Ал заң бойынша Қазақстанның, егер мүлік дауы болмаса, баланы асырау бағу дауы болмаса, алимент дауы болмаған жағдайда, оларды заң өзі ажырата алады. Егер екі тарап келісіп тұрса. Ал егер екі тарап келіспесе, онда оны тек қана сот ажыратады. Біз сол тәртіппен сотқа бардық. Сотқа барған кезде, сот алдыдағы біз ажыратпаймыз, өйткені сіздердің куәліктеріңіз легализацияланбаған деп шығарды. Сол кезде мен келісім шартты шығардым да, мен апарыпты көрсеттім. Құрметті сот, мен келісім шарт бар. Ана неке туралы отбасы заңының мен әкімшілік процессуалдық кодексіге қарағанда, мынаның күші жоғары, үстемдігі жоғары. Сондықтан ешқандай легализацияны талап етпей ажыратып беріңіз дедім.
Оны судья алды да қарап көріп, оны өзі де білмеген судьяның. Қарап көріп, танысып, белгіленген уақыттың ішінде екеуінің некесін бұзып берді. Ешқандай легализациясыз соттың өзі. Шын айту керек, 5 атақ бірдей емес қой. Жаңа айттым ғой, судьяның өзі ондайының бар екенін білмеген екен. Көрмейсіз бе? Бұлдағы мен де бұны білмей тұғым. Мынау 21-ші жылдар осы байланысқаннан кейін барып, бұны толықтырып іздегенде барып, осы пайда болып тұр. Мен оның бар екенін де білмегенмін. Бірақ осы істі мен аясында зерттеген кезде, құжат жинаған кезде, сондай құжаттың бар екенін тауып алдық дағы, сол бойынша қазіргі уақытта халықтың игілігіне жұмыс істеп жатырмыз.